Саламатсыздар ма, құрметті менің гүлсүйгіш достарым. Міне, естеріңізде болса, 29 апрельде осы жерде менде тюльпан өсіп тұр. Тюльпан туралы айтқан болатынмын, және ирис и пион өсіп тұр менде. Осы бір клумбының ішінде. Мындай клумбы. Черепицамен сыртын қаптап қойып едім. Клумбы жасап. Міне, ирис бүгін гүлдеп тұр. 29 апрель, так бүгін 19 май. Енді 29-на дейін әлі 10 күн бар, но почти ай жарым уақыттың ішінде міне осындай болып өсті. Гүл атып тұр. Мына жерде әлі тюльпаным бар, өсіп жатыр. Мына астында қалып қойды, көрдіңіз бе? Астында қалып қойды. Тюльпан пока бар, өсе берсін. Жапырағы сарғайып өзі түсу керек. Сол кезде астынан қазып луковичкасын аламыз. Мынау ирис міне гүлдеп, почти бәрі гүлдеген сияқты. Әлде бутондар бар, ашылатын. Так, фиолетовый цветпен, сары мен бордовый араласқан цветменде. Бұның да түрлері көп, бірақ коллекция жинауға болады. Оның бәрін суарып, қарап, бәрі еңбек, уақыт керек. Шаруа күшті болып тұру үшін. Мене соған жұмыстанып жатырмыз. Енді мынау қазір осы ай жарым уақыттың ішінде, сол кезде 29-дағы видеоны қараңыздар. 29 апрельдегі қасында пион кішкентай болды. Қазір міне ай жарым уақыттың ішінде қандай бутондары уже шайын деп тұр. Міне бутондары, міне мынау ақ сияқты. Былтыр гүлдеген жоқ, бұлар былтыр кішкентай болды. Міне биыл ақ сияқты осының цветі, потому что кішкене ақ болып тұр. Цветі де. Міне бутондары шығып гүлдеп жатыр. Былтыр бұлар азғантай болды, бутоны кішкентай болды. Енді пионның гүлдегенін күтеміз. Әдемі ғой пиондар. Құмырсқалар жүр. Бұны енді құмырсқадан құтылу жолдарын тіпті көп қарасаң, бірақ құмырсқадан құтылу керек. Хотя пионға ондай керім әсері біреулері бар дейді, біреулері жоқ дейді. Мен ондай особо ештеңе көріп отырған жоқпын. Былтырда өстіп толып тұр. Мен бірақ құмырсқаны қағып түсіп жүремін, түсіп кете береді, оны мініп кете береді құмырсқалар. Бірақ ондай особо ештеңе болған жоқ. Атты. Биылда бұған ештеңе етіп отырғаным жоқ. Тұр. Міне пион. Ай жарым уақыттың ішінде қаншама көтеріліп, уже бутон жинап тұр. Атайын деп. Но ирис. Иристі де жаңағы тюльпан сияқты гүлдеп болғаннан кейін бұнда цветаносын алып тастап, ары қарай уход жасауға болады. Мен бұл жерден алып тастайын дептім. Енді осы клумбыны пионға арнайын деп едім. Қасына тағы да пион егем. Пион көбейе береді өзде астынан. Бірақ цветтермен, түрімен алса, пионның иісі деген керемет қой. Аромат. Тухие, ароматтан күшті. Пион алып едіңіздер, жақсы. Ондай қиын ештеңе жоқ. Міне. Гүлдеріңіз өсе берсін. Заман тыныш болсын. Сау саламатта болыңыздар. Пока-пока.